Жамбыл облысында марихуана сақтаған 55 жастағы ер адам ұсталды. Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шараларын ұйымдастырып өткізді. Тия атты қызметтік іздестіру итін пайдаланып, ұсталған азаматтың тұрғылықты жерін тінту барысында үйдің шатырынан жалпы салмағы 9 келі 13 грамм кептірілген марихуана табылды. Ұсталған адам кінәсін мойындады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігімен аса ірі мөлшерде есірткі құралдарын заңсыз сақтау және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлігі аса ірі мөлшерде есірткі заттарын өткізу мақсатында заңсыз сақтау бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды деп хабарлайды полиция департаментінің бастығы Әлім Бажықбаев. Атыраулық тұрғын акция барысында 1986 жыл шығарылған немістің атыс қаруын тапсырды. Атырау қалалық полиция басқармасы әкімшілік полиция бөліміне 1988 жыл туылған қала тұрғыны 1896 жылғы Маусер К-96 неміс тапаншасын тапсырған. Маусер К-96 1896 жылы Германияда жасалынған өздігінен оқталатын тапанша. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайдаланылған атыс қаруы ретінде тарихта қалған. Бұл қаруды тапсырған азамат бір жыл бұрын Исатай ауданында мал бағып жүрген құм арасынан тауып алған. Қазіргі таңда қаруды тапсырған азаматқа мемлекет тарапынан 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыйақы беріледі дейді Атырау қаласының полиция басқармасының әкімшілік полиция бөлімінің азаматтық қызмет қару айналымы бақылау тобының аға инспекторы Ренат Сисенов. Аталмыш ұрып-соғу дерегі бұзақылық бабы бойынша тіркеліп, қажетті тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Жанжалға қатысы бар адамдар анықталуда. Клубтағы қоғамдық тәртіптің қызметі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің лицензияланбаған мекеменің қауіпсіздік қызметінің мамандары қамтамасыз ететіні анықталды. Олар шарт бойынша азаматтық құқық қатынастар шеңберінде жұмыс істейді. Қабылданған іс-шаралар шешімнің нәтижелері бойынша осы ойын-сауық мекемесіне құқық бұзушылықтардың себептері мен жағдайларын жою туралы ұсыныс енгізілген. Рөлдегі мен емес, Қарағанды полицейлер өзінің құқық бұзу әрекетін бейнекамераға түсірген жүргізушіні анықтады. Әлеуметтік желілерге мониторинг жұмыстарын жүргізу барысында жол жүру ережесін өрескел бұзған жүргізушінің бейнежазбасы анықталды. Құқық бұзушының жеке басын анықтау мақсатында облысының патрульдік полиция полкінің жеке құрамына бағдар берілді. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 20 жастағы жұмыссыз қала тұрғыны анықталды. Құқық бұзушының жеке басын анықтау мақсатында облыстық патрульдік полиция полкінің жеке құрамына бағдар беріледі. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 20 жастағы жұмыссыз қала тұрғыны анықталды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593 бабы 2 тармағы және 606 баптың 1 тармағына қатысты хаттама толтырылып, 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Ал жүргізушінің әлеуметтік желідегі полицияның нысандық киімінде тұрған суреті фотошоп арқылы жасалғаны анықталды.